Кабардин-Балқар Республикасының аумағынан киіз үй пішіндес 1000 жылдан астам тарихы бар мазарлар табылды. Жергілікті тарихшылар бұл қорымдарды көшпенді халықтың жерлеу дәстүріне жатқызып отыр. Өлкетанушылар 4 жолдың тоғысындағы тау бөктерінде Дешті Қыпшақ халқы 12 ғасырда ойысқанын айтады. Ол уақытта Еділ мен Жайықтың бойындағы елге Шыңғысханның жорығы басталып, шарасыз халық батысқа жөңкіле көшкен еді. Бабалар ізімен экспедициясы Кавказ жерінде жаңа деректермен танысты. Соответственно, постоянное народонаселение. Бұл аумаққа халықтың көп шоғырлануы сауда байланысын бір жолға қойды. Кавказ тауларына келуші, азық-түлік әкелуші керуендер көбейді. Оған әлі күнге дейін табылып жатқан алтын тиындар, тұрмыс заттары дәлел болады. Бабаларымыздың Кавказ тауларында тұрақтап, өмір сүргеніне өткен шақтан белгі беретін мынандай құлпытастар айғақ. 12-14 ғасырларға жататын араб жазуымен қашылған мына ескерткіштер Қазақстан аумағында жиі кездеседі. У нас общее прошлое, и то, что мы сегодня... Біздің өткеніміз ортақ, бүгінде әртүрлі мемлекетте тұрғанымызбен шыққан тамырымыз бір. Ерте дәуірде басталған байланыстың енді үзілмей одан әрі жалғасатынына сенемін. Балқарлықтардың қазақтармен қаншалықты жақын екенін білу үшін экспедиция мүшелері генетикалық сынама алды. Бұл екі ұлттың достығын одан ары арттыруға жаңадан жол салады дейді саяхатшы Сапар Ысқақов. Кавказ жерінде көшпенділер ізі бар екенін Қарашай-Шеркеш Республикасының аумағында табылған балбал тастарда дәлелдей түскендей. Солтүстік Кавказ аумағындағы мына түрік жауынгерлерінің ескерткіші 10-12 ғасырға жатады. Құнды жәдігерлердің табылуы Дешті Қыпшақ елінің осы жерде де өмір сүргенін айғақтап тұр. Оның жанында үлкен қала болған. Мағаш қаласы, онда монастырь тұр. Басқа да енді археология жұмыстар істелу керек оларда. Соған мен айтадым, егер біздің жас мамандар, жас ғалымдар барып зерттейтін болса, көп нәрсені тауға болады. Тау бөктеріндегі мына көне шіркеу де сол дәуірден бүгінгі жеткен. Тарихшылар қазіргі қарашайлар түрік қыпшақтарынан тарайтынын, осылайша олар біздің бабаларымызбен ағайын болғанын айтады. Все города большие Северного Кавказа были населены. Солтүстік Кавказдағы қалалардың бәрінде ол уақытта Алан, Скиф, Сақ қыпшақтарда өмір сүрген. Яғни түркі ұлттарының бәрі осы аумақта ортақ шаруашылықтарын жүргізген. Біздің Қарашай ұлтының қазіргі тілі Кодекс Куманикус кітабында жазылған тілге 80%-ға келеді. Бұл бәріміздің бір халық болғанымызды дәлелдеп тұр. Қазақ пен Қарашайдың салтты сақтауында ұқсастықтар жетерлік. Жаңа түскен келінің бетін ашу, құданың табағына құйрық бауыр салу, үлкеннің батасын алу секілді салттың бәрі біздікімен сәйкесіп жатыр.